Мұсаның Мысырға сапары. Мұса әйелін ертіп Мысырға жолға шықты. Жолда Тұр тауына жақын келіп сол жерде түнемек болды. Сапураны лашыққа жайғастырып отын іздеді. Бұл кезде жұбайының толғағы жетіп қиналып жатқан еді. Ол отын іздеп тауға жақындай түсті. Кенет ғайыптан «Кебісіңді шеш» деген дауыс естілді. Мұса түсінбей жан-жағына қарап таң-тамаша болды. Әлгі дауыс тағы үн қатып: «Сен киелі жерді басып тұрсың. Кебісіңді шеш» деді. Мұса жалма-жан кебісін шеше бастады. Оның кебісі есектің терісінен тігілген еді. Сондықтан Тәңірісі киелі жерді басқызбады. «Бұл кім?» деп сұрады Мұса үрейленіп. «Мен жоқтан бар қылған, топырақты илеп таң қылған, оған үрлеп жан салған құдіретті жаратушымын» деді. Мұса әу бастан бір жаратқанның бар екеніне иман келтіретін. Бірақ тікелей тілдесем деп ойламапты. Ол қара терге түсіп қорқыныштан қалтырап тұрды. Сөйлейін десе тілі байланып қалғандай күйге түсті. «Ей Мұса, сені елші етіп таңдадық. Мысырға бар да менің бар және бір екенімді айт» деді. Мұса әрең тілге келіп: «Уа Тәңірім, менің тілім кекеш, айтып жеткізе алмаймын» деді. Мұсаның тілі 3 жаста шоққа күйіп, содан кекеш болып қалған еді. «Қам жеме Мұса, құдіретіммен ағаң Харунның да жүрек көзін ашамын. Сенің орныңа сол сөйлейді» деді. Сосын: «Аса таяғыңды жерге таста» деп бұйырды. Мұса аса таяғын жерге тастап еді, ол жыланға айналды. Мұса қорқып кетіп қаша жөнелді. Құлағына: «Ей Мұса, сен өзіңнің жаратушы иеңнен қорқып қаштың ба?» деген үн естілді. Мұса жерге етпетінен жата қалып басын қолымен бүркей түсті. «Тұр орныңнан, қорықпа» деді Жаппархақ. Мұса орнынан тұрып аса таяғына қарады. Ол жылан болып ирелеңдеп жатыр екен. Мұса көзін ашып жұмып, түс пен өңнің арасын айыра алмай тұрды. «Жыланның құйрығынан ұста» деді Тәңірісі. Мұса қорқа соқтап жыланның құйрығынан ұстап еді, ол қайтадан аса таяққа айналды. «Енді қолыңды қолтығыңа тық» деп бұйырды. Мұса қолын қолтығына апарып еді, саусағы білегіне дейін жарқырап жанды. Сол кезде ғана оның жүрегіндегі үрей жоғалып, иманы күшейе түсті. Бойына батырлық бітті. «Енді Мысырға бар да Перғауынға насихат айт. Қатты сөйлеме, ол сені бағып-қағып өсірді. Әкеңдей әлпештеді. Сол ақысы үшін оған 3 нығметті тарту етемін. Бірінші, жас жігіт қалпына келтірем. Екінші, шығыстан батысқа дейінгі бүкіл жердің билігін берем. Үшінші, қазіргі келген жасына дейін ғұмыр беремін. Мені бар деп танысын» деп әмір етті. Мұса Тұр тауынан түсті. Жерден отын жинап лашығына таяды. Бұл кезде жан-жары Сапура қатты толғатып жатыр еді. Кенет итінің арсылдаған үні естілді. Қой маңырады. Мұса сыртқа шығып қараса, алыстан көздері жанып, қасқырлар келе жатыр. Иті қарсы ұмтылып айқасқа сақадай сай тұр екен. Мұса шақпақ тасты бір-біріне ұрып от жақпақ болды, бірақ ұшқын шықпады. Осы кезде әйелінің де қиналған жан даусы шықты. Мұса не істерін білмей қатты састы. Сол сәтте көз ұшында от көрінді. Жүгіріп барса, жерге шаншылып тұрған аса таяқ екен. Асасының басы от сияқты жанып тұр. Мұса оны жұлып алып қасқырларға қарсы шапты. Қорқаулар қашып кетті. Иті жеңіл жараланып аман қалды. Лашығына кірсе, әйелі аяқ қолын бауырына алып аман-есен босанған екен. Қауіп пен қатерден аман қалғанына шүкірлік етіп, Мұса 4 мәрте сәждеге бас қойды. Осыдан бастап құптанның 4 рәкат парызы пайда болыпты. Мұса Мысырға қарай сапарын жалғай берді. Аса таяғы мінсе көлік, жесе ас, ішсе сусынға айналды. Жерге шаншыса заматта одан жеміс өсіп шығатын болады. Жерді ұрса бұрқырап бұлақ ақты.
жерге тастаса шыр айналып тегіс жол көрсетті. Бұл кезде ағасы Харун да түс көрген еді. Түсінде бір адам: «Інің Мұса келе жатыр, алдынан шығып қарсы ал» деді. Харун ертесіне күншығысқа қарап жол тосты. Кенет алыстан екі адамның сұлбасы көрінді. Харун қарсы алып: «Жол болсын, жолаушы, қайдан келесің?» деді. «Мадиян шаһарынан келеміз» деді Мұса. «Шұғайып пайғамбардың Мұса деген қойшысы бар екен, көріп білгендерің бар ма?» деп сұрады. «Мен өзімнен басқа Мұсаны танымаймын» деді жолаушы. «Менің есімім Харун, естуің бар ма?» деді. «Ендеше мен ініңіз боламын» деді Мұса. Ағалы інілі екеуі сол жерде табысты. Харун өмірінде інісін көрмеген еді. Шешесі Мұсаға қауіп төнеді деп оның тірі екенін жан баласына айтпаған. Сапура қайнағасына иіліп сәлем етті. Харун оның маңдайынан сүйді. Сосын інісі мен келінін ертіп үйіне келді. Мұса әкесі Ымыран, шешесі Лаухамен көрісіп көзайым болды. Ертесіне ағасы екеуі Перғауынның сарайына бармақ боп келісті. Перғауынның сарайы 40 қамалдан тұратын. Әр қамалды 40 жасауыл күзететін. Олар Мұса мен Харунды кіргізбей қойды. Мұса аса таяғын сермеп еді, одан жалындап от шықты. Күзетшілер кейін шегінді. Мұса мен Харун Перғауынның ордасына кірді. Перғауын Мұсаны танып: «Әй балам, мен сені қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп едім. Менің салықшымды өлтіріп қашып кеткенің не?» деді. Мұса: «Сенің салықшың құзыретін асыра биледі, әлсізді иледі, кедей халықты тонады. Көкірегін ашкөздіктің дерті торлады. Оның өліміне жұрт қуанбаса қайғырған жоқ» деді. «Енді не үшін келдің?» деп сұрады. «Жаббар хақтың сәлемін ала келдім. Оны бар және бір деп таны» деді. Перғауын қарқылдап күлді. «Жер мен көкті мен жараттым. Сенің де құдайың мен. Мысырдағы барша халық менің құлым. Егер елші болғың келсе, менің сөзімді ел арасына таситын елшілік шенді берейін» деді. Мұса Перғауынға қатты сөз айтпады. Тәңірдің өгей әкеңмен жұмсақ сөйлес деген әмірін көкейіне тұтты. «Менің құдайым 18 000 ғаламды, жер бетіндегі барша адамды жаратты. Ал сен құдай болсаң, өзіңнің қарттығыңды тоқтата аласың ба? Тісің қаусап қатары сиреді, 12 мүшеңді әлсіздік биледі, жүзіңді әжім торлады, күн сайын уақыт қуатыңды ұрлады, шашың мен сақалың ағарды, жастық ғұмырың сағымдай өтіп барады. Қарттықты тоқтататын құдіретке кедейсің, осы сұраққа не дейсің?» деді. Перғауын сөзден тосылып, жанында тұрған жендеттеріне қарап иегін бұлғап еді, олар қылышын шығарып Мұсаға тап берді. Мұса аса таяғын жерге тастады. Ол заматта аждаһаға айналып дұшпанға сес көрсетті. Жендеттері қорыққаннан сыртқа қаша жөнелді. Перғауын тағының артына тығылып: «Маған бір күн мұрсат бер, сосын сенің пайғамбар екеніңді мойындаймын» деді. Мұса кеткен соң Перғауын уәзірлері мен сәуегейлерін шақырды. Сәуегейлерінің ішінде 40 сиқыршы бар еді. Олар: «Патша ағзам, Мұсаның жасағаны сиқыр. Ондай кереметті біз де істей аламыз» деді де таяқтарын тастап еді, олар жыланға айналып кетті. Мұны көріп Перғауын көңілі орнына түсті. «Бәсе, өзімде сиқыр шығар деп ойлап едім. Ол біреуден сиқыр үйреніп келген болды ғой. Ертең осы сарайда болыңдар. Мұса келгенде сиқырларыңды көрсетіп күш сынасасыңдар» деді. Шайқас ертесіне басталды. 40 сиқыршы таяғын лақтырып жіберіп еді, олар 40 оқ жыланға айналып Мұсаға айбат шекті. Көзімен атып, сәл қимылдаса бас салып шағуға әзір тұрды. Мұса сасқан жоқ. «Уа Тәңірім, өзің жар бол» деді де аса таяғын жерге тастады. Оған заматта жаңғырып алып аждаһаға айналды. Аузын ашқанда от шығып, қарсы алдында тұрған 3 жыланды өртеп жіберді. Оттың жалыны қатты болған сонша тек күлі ғана үгітіліп жатты. Аждаһа оң жағына қарады да тағы бір жыланға қабаған иттей арр етті. Азулы тісімен әлгі жыланның басын мыжып шайнап тастады. Сол жағына 5 жылан шабуылдамақ болып еді, аждаһа құйрығымен сабап ұшырып түсірді.
Сиқыршылар дауыстап сиқырларын оқи берді. Сиқырдың қуатынан күш алды ма, өзге жыландар жан-жақтан лап қойып аждаһаға жабылды. Бірі тістеп, бірі шығып, бірі буындырып алысып жатты. Бір қызығы олардың шаққан уы аждаһаға шыбын шаққан құрлы әсер етпеді. Ол жыландарды шетінен тістеп, шайнап, отқа өртеп жұта берді. Оны көргенде сиқыршылардың тізесі дірілдеп, қолы қалтырап, жүрегін үрей шарлады. Перғауынның да зәресі зәр түбіне жетіп, Мұсаның асатаяғы бүкіл жыланды жер жастандырды. Перғауынның тағына қарай жылжи берді. Патша қолымен бетін көлегейлеп, «Ойбай, Мұса, құлың болайын, мына бәлеңді құрт!» деп жалынды. Мұса аждаһаның құйрығынан ұстағанда, ол қайтадан асатаяққа айналды. Сиқыршылар бұл кереметті көріп, жерге жата қалып құлды құрды. Тілін кәлимаға келтіріп момынға айналды. Сол сәтте олардың жүрегінде ізгіліктің дәні бүр жарып жатты. Перғауын аждаһадан құтылған соң, «Ойпырмай, сенің сиқырың неткен күштеді! Мына сарайымда арам тамақ болып жүрген жалған сиқыршылардың кереметін күл етіп, әшкересін шығардың. Бұларды сарайдан қуып, сені бас сиқыршы етіп тағайындайын» деді. Мұса: «Ей, Перғауын, бұл сиқыр емес, Құдайдың маған берген мұғжизасы. Маған ешқандай да шекпенің қажет емес. Сенің патшалығыңнан Құдайдың қарабет құлы болған әлде қайда жақсы» деп жауап берді. «Ендеше асатаяғыңды сат, көтере алғаныңша алтын берейін» деді. «Ей, Перғауын, сенің көзің емес, бас көзің де соқыр болыпты. Керемет асатаяқтың бойында емес, құдіретті Құдайдың қолында» деді Мұса. «Асатаяқтан басқа қандай кереметің бар, көрсетші» деп сұрады. Мұса оң қолын қолтығына тығып еді, қолы күндей жанды. Бұл мұғжизаны көріп, сиқыршылар оны анық мойындай бастады. Алайда Перғауынның жүрегі соқыр еді. Ол Мұсаның мұғжизасын сиқырмен шатастыра берді. «Ей, сен бір күшті сиқыршыдан өнер үйреніпсің. Кімнен үйренгеніңді айтшы, мен де үйренейін» деді тамсанып. «Ей, Перғауын, мен ешкімнен сиқыр үйренбедім. Бұл кереметтер құдіретті Құдайдың қалауымен болып жатыр» деп жауап берді. «Сенің құдайың қайда? Мен де осы Мысыр халқының құдайымын. Қане сенің де құдайыңмен танысайын» деді. Мұса: «Ненің құдайым? Ләмәкан, мекен жайы жоқ, әлемнің ішінде, тысында да емес, әлемнің іші тысы бәрі бір өзі» деп жауап берді. «Ей, Мұса, сенің не қалап тұрғаныңды түсінбедім. Алтын берсем алмайсың, шен берсем бармайсың. Қайдағы бір құдайды айтасың? Адамның өмірдегі арманы байлық пен мансап емес пе? Одан басқа адамға не керек? Сен маған бір апта уақыт бер. Уәзірлермен ақылдасып сенің сөзіңді қорытайын» деді. Мұса келісті. Перғауын құлдарын шақырып, «Дереу үлкен мұнара соғыңдар. Мен соған шығып Мұсаның құдайын тауып алайын». Әлгі Мұса құдайының қайда екенін айтпай, менен жасырып бақты. «Меніңше ол аспанда отыр» деді. Құлдар сол күні-ақ мұнараның іргесін соғып бастап кетті. Бұл жұмысқа 30 000 құл жегілді. 3 күннің ішінде бұлттан асатын мұнара соғып бітті. Перғауын мұнараның төбесіне шығу үшін 3 күн жүрді. Бір күн жүргенде ұшып бара жатқан құстарды көрді. Екінші күні қаптаған бұлттарды көрді. Үшінші күні аспандағы жұлдыздарға жақын келді. Ұшар биігіне шыққан соң айналасына қарап Құдайды іздеді. «Ей, Мұсаның Құдайы, қайдасың?» деп айғайлады. Оған ешкім үн қатпады. Әрі-бері алақтап жан-жағына қараған соң, «Ой, мына Мұса сиқыршылығымен қоса суайт екен. Маған өтірік айтыпты. Ешқандай Құдай жоқ екен» деп төмен түсе бастады. Кенет көзі жерге түсіп еді, Мысыр шаһары құмырсқаның ұясындай боп көрінді. Сол сәтте кеудесіндегі тақаппарлық асау аттай тулап қоя берді. «Бәсе, бұл әлемде өзіңнен асқан басқа қандай Құдай бар еді?» деп масаттанды. Бір апта уақыт өткесін Мұса мен Харун сарайға келіп Перғауынды күтіп тұрған еді. Патша мұнарадан түскен бетте сарайына келіп: «Ей, Мұса, мен кеше ұшқан құстан да, көштен бұлттан да асатын мұнара соқтырдым.
төбесіне шығып сенің құдайыңды іздедім. Әрі-бері айғайлап ем, ешкім үндемеді. Сен де өтірікті соғатын болыпсың. Егер құдайың бар болса мен көрер едім ғой. Көзім көрмей көңілім сенбейді. Жандарыңның барында сарайдан жоғалыңдар. Енді келетін болсаңдар бастарыңды аламын, деді. Мұса мен Қарун қайта қайтты. Үйіне келіп Мұса мұңайып отырды. Оның жанына Жибірейіл періште келді. «Ей, досым Мұса, неге мұңайып отырсың?» деп сұрады. Тәңірдің ымбалын түсінбедім. Перғауын өзін құдай санап шектен шықты. Оны неге жазаламайды? Керісінше оның жасына жас, тағына тақ, дәулетіне дәулет қосылып жатыр, деді шарасыз күйде. «Ей, Мұса, Перғауын дінсіз, кәуір болса да оның құдайға ұнайтын 5 түрлі қасиеті бар», деді. «Ол қандай қасиет?» деді Мұса жалт қарап. «Бірінші қасиеті ол жомарт еді. Кім не сұраса да қолын қақпайды. Құр қол барған адамға алтын ұстатады. Жаяу барған адамға ат мінгізеді. Атпен барған адамға бір үйір жылқы береді. Жомарттық құдайға ұнайтын ең ұлық қасиеттердің бірі. Перғауынның екінші қасиеті көп ұйықтамайтын. Құдай сүйген үшінші қасиеті әділ еді. Кім қылмыс жасаса, тіпті баласы болса да жазалайтын. Бұра тартпайтын. Біреудің ақысын жемейтін. Төртінші қасиеті таза жүретін. Сақалын тарап, денесіндегі артық қыл-қыбырын жұлып, шашын күзеп ұстайтын. Қол астындағы жұрттан да соны талап ететін. Бесінші қасиеті ел ішін көп аралайтын. Бұқараның хал жағдайын үнемі біліп жүретін. Бірақ Құдай сүймес және бір 6 қасиеті бар еді. Ол қасиеттер қайсы? Біріншісі тәкаппар еді. Тәкаппарлық Құдайды ұмыттыратын мінез. Екіншісі көп сөйлейтін. Мылжың сөз жүректі қартайтып, көңілін көр соқыр етеді. Үшіншісі құл ұстайды. Адамның еркіндігін тұсайды. Еркіндік Құдайдың адамға берген ең ұлы қасиет еді. Соған қол сұқты. Төртіншісі мақтаншақтық еді. Мақтаншақ мінез адамның өз айыбын көрсетпейді. Бесіншісі қорқақ еді. Қорқақтық адамның жаман мінездерінің ішіндегі ең сұрқиясы. Жасық мінез ақиқатты дәл танитын кезде тайқып шығады. Алтыншысы надан еді. Осы надан мінезі сайтанның ілмегіне айналды. Себебі ібілістің ең жақсы көретін нәрсесі надандық, деді. Мұса, енді не амал етемін, деді. Бағзы бір заманда Жүсіп пайғамбар Мысырдың тағында отырған кезде Ысқақтың қауымы Нілдің жағасына келіп жайғасқан еді. Перғауын олардың бәрін басыбайлы құл етті. Соларды Кенған жеріне алып қайт, деді. Не үшін? Оларға Жүсіп пайғамбар дұға еткен. Ол таққа Перғауын сияқты залым патшалардың отыратынын білді. Залым патша Құдаймен ұстаспай тұрмайды. Оларға әманда жаратқанның жазасы жетеді. Сол жазасы жеткен кезде бір заманда мені сағалап келген мына ел жұрт Алланың апатына қалмасын деп еді. Дұғасы қабыл болды. Ұзамай Перғауынның басына жасағанның бәлесі жауады. Бейбіт елді соңынан ертіп Кенғанға көштеді. Ертесіне Мұса мен Қарун Перғауынның сарайына келді. Патша оларды көріп, тағы да құдайларың туралы айтайын деп келдіңдер ме? Әлде менің дәргейіме бас ұрасыңдар ма? деді. Мұса, менің елден кеткенімді қалайсың ба, деді. Иә, не сұрасаң соны берейін. Тек сиқырлы таяғыңды ал да келген жағыңа кет, деді. Ендеше маған Жүсіп пайғамбардың ел жұртын бер, өзіммен бірге әкетемін, деді. Мұны естігенде Перғауынды шайтан түрткендей болды. Орнынан атып тұрып, теке сақалы қоқан-қоқан етіп, «Ей, сен не тантып тұрсың? Ол менің құлдарым, бермеймін», деді. «Не сұрасаң соны ал, демеп пе едің?» Перғауын сөзден тосылып, ашуға булығып, «Кет, жоғал, бермеймін», деді аузынан түкірігі шашырап. «Берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан, өз еркіңмен босатқанша еліңе Алланың апаты тоқтамайды», деді де Мұса мен Қарун сарайдан шығып кетті. Арада 3 күн өткенде Мысырда аштық басталды. Ел қанша тамақ жесе де тоймайтын дертке шалдықты. Перғауын күніне 7.000 сиыр, 70.000 қой сойды. Халық сонда да тоймады. Ашқарақ мешкейлері бірінші қырылды. Арада тағы 3 күн өткенде аспаннан шегіртке жауды. Олар бүкіл егінді тамырымен қоса жеп қойды.
жуан жіңішке үзілуге таяды. Ел топырлап перғауынның сарайының алдына келді. «Уа патша, сен анық құдай болсаң, мына аштықты тоқтат», деді. Перғауын қамбадағы бүкіл бидайды таратып берді. Жүсіп пайғамбар патша болғалы бері Мысырда мынадай дәстүр қалыптасқан еді. Патшалар 7 жылға жететін азық қорын сақтайтын. Сол үшін заманында Жүсіп пайғамбар алып қамбалар салған деседі. Перғауын 7 жылдық азықты халыққа таратып берді. Бірақ ол астығының өзі 7 күнге ғана жетті. Елдің араны ашылып кеткендей, арада тағы 3 күн өткенде Ніл өзені қызыл қанға боялды. Мысырдағы бұлақтар мен су көздері қызыл реңге бөленді. Жұрт не істерін білмей тағы қысылды. Су ішуге жарамады. Енді аштықтың азабына қосылып халықты шөл қысты. Арада тағы 3 күн өткенде ауру қаптады. Тіпті перғауынның ұлының денесіне жара қаптап, төсектен тұра алмай қалды. Жұрт тағы да перғауынның сарайының алдына жиналып көмек сұрады. Перғауынның құдай екені рас болса, ауруды емдеп, суды тазалап жерден егін шығарсын, деді. Патша тығырыққа тірелді. Бір шабарманын Мұсаға жөнелтіп, қалаған адамын ертіп кетсін. Бірақ бір шартым бар. Мысырдан көшкен адам бүкіл дүние мүлкін тастап кетеді. Тіпті жарты күлше нан әкетуге де тыйым саламын, деді. Мұса бұл хабарды естіп бүкіл халыққа жар салды. Соңынан ерген жұрты ертесі күні Мысыр елінен көшіп бара жатты. Ысқақтың қауымы Кенған даласына қарай жолға шықты. Жұрттың көңілінде үрей еді. Еті құлдыққа әбден үйреніпті. Санасын қорқыныш билеп, жүрегінде батырлықтың ұшқыны да жоқ. Жасқаншақ надан болып қалған. Азаттықтың атына міне алмады. Құлдықтың шынжырын үзе алмады. Құдды бір перғауыннан ажыраса, аштан өліп қалатындай сезінді. Оларды Мысырдан алып шығу Мұсаға оңай болмады. Ағасы Харун екеуі әр үйге бас сұғып көңілдеріне үміттің отын жаға берді. Ел жұрт дайын болғанда жолға шыға бастады. Кенет Мұса пайғамбарға Жебірейіл періште келіп: «Ей Мұса, Мысырда бабаң Жүсіптің сүйегі қалып барады. Кәуірдің қолына тастамай, өзіңмен бірге әкет», деді. Мұса бұқараны жинап, Әзіретті Жүсіптің қабірін кім біледі деп сұрады. Ешкім үндемеді. Себебі ұрпақтан ұрпақ ауысып, заманнан заман озған соң Жүсіптің мазарының қайда екенін жұрт ұмытып қалған еді. Мұса бүкіл Мысыр халқына жар салды. Бір кезде оған 90-нан асқан кейуана келіп: «Ей балам, Мұса, бабаң Жүсіптің қай жерге көмілгенін білемін. Әкем марқұм айтып отырушы еді. Ол өзінің әкесінен естіпті. Бірақ мен саған бірден айтпаймын. Саудаласам. Егер менің арзу тілегімді Құдайға жеткізсең, моланың орнын көрсетемін», деп шарт қойды. Мұса келісті. «Қандай арманың бар?» деді. «О дүниеде сенімен көрші болғым келеді. Құдайдың досымен дос көрші болған адамның екі дүниеде де бақытты болатынын білем. Осы тілегіңді Тәңірге жеткіз», деді. Мұса дұға қылып еді, Жаппар Хақ сол заматта қабыл етті. Кемпірдің көңілі орнына түскен соң, таяғына сүйеніп Ніл өзенінің жағасына келді. «Мұса балам, Жүсіптің моласы осы Ніл өзенінің орта тұсында жерленген. Саусақпен шошайтып көрсете алмаймын. Қабірге қол шошайтуға болмайды. Тас лақтырып қана белгісін білдіре аламын», деді. Сөйтті де жерден теңгедей тас алып суға лақтырып жіберді. Жүсіптің моласы табылған соң Мұса Алладан жәрдем сұрады. Сол кезде Нілден үлкен жайын шықты. Ол аузын ашып еді, Жүсіптің мүбәрак денесі көрінді. Баяғы заманда Жүсіп атасына аттың үстінде сәлем берем деп әдепсіз қылық жасаған еді. Сол үшін де Құдай оның денесін шірітіп, сүйегін қуратып жіберген болатын. Әсілі пайғамбарға тән қасиеттің бірі денесінің шірімей аман сақталуы. Мұса пайғамбар қабірін әкететін кезде Құдайдың құдіретімен топырақтан сүйек пайда болып, сүйектен ет, еттен тері пайда болып, Жүсіптің денесі қайта қалпына келіпті деседі. Мұса денені арбаға салып жолға шықты. Мұса көштің алдында, Харун артында жүрді. Ешкімнің шаршап құлап көштен қалып кетпеуін қатаң бақылады. Көктен қара бұлт пайда болып, оларға жол көрсетіп отырды.
перғауын ысқақ әулетін құлдықтан босатқанымен көңілінен босатпады. Оларды орта жолда қырып салуды ойлады. Әскеріне әмір беріп 70 000 қол жинап, сарбаздар сақадай сай болғанда әскерді өзі бастап жолға шықты. Харун алыстан ат дүбірін естіп, арттан қуғыншы келе жатқанын түсінді. Дереу інісіне хабар берді. Көштің басы Құлзым теңізіне жетіп те қалған еді. Көпірмен айналып өтуге уақыттар. Перғауынның жасағы жетіп алып ұрыс салуы мүмкін. Халық қуғыншылар жайлы естігенде үрейі ұшып, не істерін білмей сансырады. Бірі перғауынның алдынан шығып, ат-тон айыбын төлеп кешірім сұрайық десті. Екінші біреу қойын қонышқа тыққан алтындарын шығарып жанымызды сатып алайық деп жар салды. Үшінші бірі Мұса мен Харунды байлап ұстап берейік те ажалдан құтылайық деп сөз байласып жатты. Мұса қолын жайып, «Уа Тәңірім, қысылғанда қолдай көр» деп дұға етті. Сол сәтте Жебірейілден хабар келді. Ол асаңды дарияға сілте деді. Мұса асасын сілтеп еді, дарияның суы бөлініп 12 жол пайда болды. Жолдардың арасындағы сулар мұз боп қатып, ақпай тоқтап қалды. Құдайдың әмірімен күннің көзі қатты қызып, дарияның табанын құрғатып жіберді. Батпақ кеуіп сахараның құмына айналды. Мұса бісміллә деп дарияның ішіне түсті де жол бастады. Көш соңынан ерді. Жүрегін қорқыныш басқан жұрт асығыс-үсігіс дарияға лап қойды. Ерлері әйеліне, әйелі баласына қарамай арғы бетке қаша жөнелді. Дариядан ең соңғы болып Харун өтті. Ол дарияның ортасына жақындағанда перғауынның қалың әскерде дарияға ат тұмсығын тіреген еді. Олар ойланып тұрмады. 12 бөлік жолға түсіп көшті қуалай берді. Жебірейіл Мұсаға «Асаңмен дарияны ұр» деді. Мұса сілтеп еді, дария кенеттен оянып кеткендей буырқанып тасып өршелене ақты. 12 жол қайтадан сумен жабылып қалды. Перғауынның әскерін су шайып кетті. Кейбірі малтып жағаға шықпақ болған, бірақ асау ағын бас көтертпеді. Перғауынның өзі де суға тұншығып өлетін халге жетті. Сол сәтте Құдай еске түсіп, «Уа жаратқан ием, барлығыңмен бірлігіңе бас ұрайын, мені құтқар, не үшін суға тұншықтырдың» деп зар жылады. Сол сәтте Жебірейіл періште пайда болып, оған бір қағазды көрсетті. Перғауын қарап еді, өзінің қолы мен мөрін көрді. Бір заманда Жебірейіл періште перғауынға адам кейпінде келіп, «Уа патша, менің бір құлым бар еді. Сол айтқан тілді қылмады. Менің атымды жамылып айналаны жалмады. Өзін қожайынмын деп атады. Киімнен аттады. Оның жазасы қандай болмақ?» деп сұрады. Перғауын, «Ондай құлды Құлзым теңізіне тұншықтырып өлтіру керек» деп пәтуа айтты. Жебірейіл ендеше маған бір парақ қағазға осы пәтуаны мөрлеп беріңіз деді. Перғауын қағазға жазып, өзінің мөрін қойды да Жебірейіл періштеге берді. Перғауын тәкаппар надан болса да, бір Құдайдың барын көңілімен сезетін. Ол Құдайға жалынып, «Уа Тәңірім, мені о дүниеге қалай жазаласаң да еркін, бірақ мына әлемнің билігін маған бер. Қалағанымша билеп төстейін, білгенімді істейін, тіпті ажалымды да өзім таңдайын» дейтін. Тәңірісі тілегін қабыл етті. Әлемнің билігін берді. Өзін Құдаймын десе де ерік шектемеді. Тіпті ажал сәтінде өзінің таңдауына берді. Жебірейілді адам кейпінде жібергенде перғауын өзіне өзі жаза кескенін сезбеді. Осылайша Құлзым теңізіне тұншықтырды. Перғауынға қосып 70 000 жасақты жер жастандырғасын Құлзым теңізі Қызыл теңіз болып аталды. Яғни қан толған қып-қызыл теңіз деген мағынадан шыққан еді. Жаны шығар сәтте перғауын иман айтып сәждеге кетеді. Жебірейіл періште, «Құдайдың азабын көргеннен кейін айтқан иманның пайдасы болмайды» деді де перғауынның аузын лаймен ұрады. Жебірейіл періште Құдайдың дәргейіне қайта барғанда Жаббар хақ, «Ей Жебірейіл, перғауын иман айтқанда неге тыңдамадың? Менің жомарттығымды ұмыттың ба?» деді. Періште асылық еткенін түсініп тәубе етті. Адам атадан Мұсаның заманына дейін бір адам суға батып кетсе, дария ол адамды түбіне тартып кетіп денесін көрсетпейтін. Туыстары мәйітін іздеп қиналушы еді.
мұсадан соң құдай дарияға әмір беріп, перғауынның әскерінің денесін судың бетіне шығар, менің достарыммен тірескен адамның не күйге ұшырайтынын жұрт көрсін, тәлім алсын, деді. Дария суға тұншығып, ғарық болған әскердің денесін судың бетіне шығарып тастады. Мысыр жұрты олардың мәйітін көріп тәубесіне келіп жатты. Осы оқиғадан соң тұншығып өлген адамның денесі тереңге батпай судың бетінде қалқып жүретін болыпты. Әңгіменің соңы.